Сәлем, қазақша сөйлейтін әлем. Бүгінгі видеода мақала жазу туралы болады әңгімем. Мақала жазуды мақаланы атаудан бастаймыз. Мынадай сөз бар ғой: кемені қалай атасаң, солай жүзеді деген. X адамдардың 85% алаяқ дедің бе? Дәлелде. Ғылыми мақаланың жай мақаладан айырмасы осында. Мақала тақырыбы, мақала атауы. Мақалада зерттелетін проблема, мәселенің сұрағы. Мысалы, X-тардың 85% алаяқ деген тақырып теория тұрғысынан дұрыс болса да, тәжірибеде дәлелденбейді. Себебі өлшей алмайсың. Ғылыми мақала лего ойыншық секілді жазылып болған соң қайтадан бөлімдерге бөліп қайта құрастырылатындай болу керек. Мақаланың бөлімдері логикалық байланыс болса да, әрқайсының өзінің жеке қызметі бар. Бөліп қайта жиналатындай болғаны дұрыс. Кіріспе, материалдар мен әдістер, нәтижелер мен талқылаулар қорытынды деп бөлімдерге бөлініп тұрғаны өзіңе ыңғайлы. Сонда әр бөлімді баспалдақ секілді пайдаланып, мақаланы тез оңай жазып шығуға өзіңе себеп тиетін болады. Мақаланы жазып оша бөле салған дұрыс емес. Мына жерге дейін нәтижелер мен талқылау, мына жер қорытынды болсын деген секілді. Мақала бөлімдерге бөлінбей тұрса, онда ол басыңдағы үйісқан жіп сияқты, немесе басыңда қиналып көтере алмай жүрген ауыр кірпіш сияқты жазу қиындап кетеді. Мақала атауы, мақала тақырыбы деді. Яғни мақала тақырыбы сол мақаланың не жайында екенін көрсететін есігі, маңдайшадағы жазуы, анық нақты мағынасы ашық сөздермен жазылған дұрыс. Бұлай анық нақты қысқа сөздермен жазылуының пайдасы өзіңе тиеді. Себебі астарлы бейнелі ишара сөздермен жазылса, бұл мақаланы табу алу өте қиынға соғады. Себебі мақаланың оқылсын деп жазылады. Қазіргі кезде секундта миллиондаған жазулар жазылады. Әрбір жазылған мақала жазылғаннан кейін осы миллиондаған нөпірдің ішіне араласады. Оны іздеу керек болады. Іздегенде табылатындай болған дұрыс. Мақала жазылып отырған тақырыпты жақсы тану керек. Тақырыпты тану ең қысқа жолы тақырып кіретін саланың ғылыми әдебиетін білу. Мақала жазып отырған саладағы жаңа зерттеуді қажет ететін жерлерді анықтап табу үшін тақырып бойынша мүмкіндігінше негізгі әрі жаңа соңғы уақыттағы болса жақсырақ ғылыми әдебиетті тануға тырысу керек. Бұл сіздің зерттеп отырған мәселеңізді дәлірек анықтауға және жауап іздеп отырған сұраққа нақты жауап беруге көмектеседі. Мақаланың аңдатпасы жөнінде мынандай мәселелерді айтуға болады. Аннотациясы негізіне мақаланың басында тұрғанымен, мақала біткен соң жазылған ыңғайлы. Неге? Себебі аңдатпа, аннотация бұл біздің мақаланың этикеткасы деп салыстыруға болады. Бір мысал, киім алған кезде оның размері, түсі, қалай жуу керек екені сияқты мәліметтер жазылып тұрады емес пе? Аннотацияда міне дәл сондай мәліметтер жазылады, яғни мақаланың мәліметтері. Аңдатпа дегені осыған ұқсатсақ болғандай. Аңдатпа бұл жазған мақаланың миниатюр варианты. Сондықтан ол жерге басқа біреудің сөзі, цитата, қанат сөз, сосын мақалада жоқ, айтылмаған, жазылмаған нәрселер жазылмайды. Аңдатпа жазып болған соң осылай тексеріп қарау керек. Мына сөз неғып тұр? Мен мұны мақаламда жазбадым ғой деген секілді. Аңдатпада сөйлемдер қысқа, анық, тура мағынасында қолданылғаны жөн. Мысалы, аттанып кетті деп жазудың керегі жоқ. Зейінді сөздің зергері Абай деп жазудың да керегі жоқ. Бұл ең бірінші өзімізге қиындық тудырады. Қиындық қалай тудырады? Абай деп жаза салудың орнына зейінді сөздің зергері деп 3 сөзбен жазсаңыз, сіз аңдатпаны бар болғаны 300 сөзге дейін, тіпті кейбір кездерде ережеде 150 сөз деп жазады. Сонда бір Абай дегеннің орнына 4 сөз жазсаңыз, аңдатпаңыз ұзап кетті. Негізгі айтатыныңызды айта алмай қаласыз. Нақтырақ түсіну үшін мынандай бір аңдатпадан мысал берейін. Бұл кәдімгідей білім деп аталатын ғылыми педагогикалық журналдан алдым. Нақты көрнекі болу үшін осы мысалды қойдым. Бір мақаланың аңдатпасында мынандай бір мысал берілген. Мақалада ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар жүйесін пайдалана отырып, және қазір ғылыми жаңашылдықтарды ескере отырып, өскелең ұрпақты тәрбиелеу жетілдірудің өзектілігі мен маңыздылығы талқыланады дейді. Осы аңдатпаны сөздерін санасақ 22 сөзден тұрады екен, бір сөйлемді айтып. Бірақ бұл аңдатпаның бірінші сөйлемі осы. Осы аңдатпадан мен өз басым ешқандай мақала жөнінде бір мәлімет ала алмадым. Себебі аңдатпаның бірінші сөйлемін оқығанда сіз мақала жөнінде мәлімет алуыңыз керек. Ал мына жерде 22 сөз қолданғанмен мақала жөнінде ешқандай да мәлімет беріп тұрған жоқ. Енді материалдар мен әдістер бөлімі туралы не айтуға болады? Бұл материалдар мен әдістер бөлім мақаланы жазуда қандай деректер, анкеталар, бақылау деген сияқты зерттеудің қолданылған әдістер туралы жазасыз. Мысалы, адамдардың 85% алаяқ деген мақала жазсаңыз, қалай
кіріс едіңіз, әлде бақыладыңыз ба? Қандай сенімді дерек көздерін қолданып мұны айтып отырсыз? Анкета жүргіздіңіз бе? Деген сияқты қолданған әдісіңізді ғана жазасыз. Адамдардың 85% алаяқ деген тақырып мәселе гипотезаны ұсынып мақала жазсаңыз, дәлелдеу керек болады. Қалай дәлелдейсіз? Бақылайсыз ба? Деректер жинайсыз ба? Деректер талдайсыз ба? Міне осыны жазасыз. Дәл осы тақырып теорияда мүмкін болса да практикада мүмкін емес. Неге? Себебі бұны өлшей алмайсыз. Енді нәтижелер мен талдау туралы не айтуға болады? Талдауда көбінесе адамдар өз пікірлерін жазып кетеді. Бұл жерде өз пікірден көрі сол тақырып жөніндегі ғылыми әдебиетке сүйене отырып жазасыз. Мысалы, адамдардың 85% алаяқ дегенде X-қа Y-тің әсерін талдайсыз ғой. Сонда адамдар мен алаяқтықтың әсерін талқылайсыз. Қалай талқылайсыз? Сол саланың ғылыми әдебиетіне негізгі дерек қорларға сүйене отырып талқылайсыз. Мақаланы жазуға бастағанда осыларды жазу керек болады. Мақала жазу деген жоғарыда айтқандардың есебін жазуға төгу деген сөз. Бұл жазудың қалыптасқан ережесі бар. Ең бірінші академиялық стильде жазу керек. Бұл жоғарыда айтылған және анық нақты көбінесе сөздерді өз мағынасында қолдану керек және астарлы мағынада түсініксіз ұзақ сөйлемдерден қашу керек. Себебі бұл өзіңізге ыңғайлы. Бір нәрсені сіз дәлелдейін деп отырсыз, зерттеу жүргіздіңіз, бір мәселені ұсынып отырсыз сіз ғылыми әлемге. Сондықтан ең бірінші сіздің мақалаңыздың ең бірінші мақсаты осы ұсынып отқан нәрсеңізді дәлелдеу, ғылыми ортаға ұсыну ғой. Сондықтан да мақсатыңызға қарай стиліңізде академиялық стильде, яғни нақты сөйлемдеріңіз анық, тура мағынасында жазылғаны өзіңіз үшін пайдалы. Ғылыми мақала жазудың қалыптасқан ережесі бар. Мақаланы зерттеп отырған салаға байланысты мақала ережелеріне сәйкес жазу керек. Мақаланы түзету мен тексерген кезде мақала әр бөлімдерге өз-өзіне лего сияқты бөлініп тұру керек. Яғни сіздің кіріспеңізді оқымаған адам нәтижелер мен талқылауды оқып мақала не жайында екенін түсіне беру керек. Өмір тәжірибемде аударма жасаған кезде ғылыми мақалаларды түрік тіліне аудардым. Сонда көп кездесетін өте сөйлемдер ұзын болады. Ашық, нақты мағынасында анық, қысқа болсын, яғни сөйлемдер. Қысқа жазу бұл шеберлікті қажет етеді және білімді де қажет етеді. Мысалы, кетті деген сөздің орнына аттанып кетті деп жазудың керегі жоқ. Мақала бір мәселе жөнінде зерттеу жұмысыңыздың жазуға түсірілген есебі секілді қараңыз. Сондықтан алыстан сермеп, жүректен термеп жазудың пайдасы аз. Түзетіп тексерген кезде осыларды ескерген жөн. Ғылыми мақала жазудың ережесі белгілі салалар бойынша мақала түріне қарай әртүрлі болуы мүмкін екенде ескерген жөн. Жазып болған соң ережеге қарай сәйкестендіру ең оңай және көп уақытты алмайды. Мақаланың бүгінгі әңгімеміз мақаланың тек тақырып жөнінде ғана сөйлестік. Мақаланың кіріспе бөлімі қалай жазылатыны туралы. Келесі видеомнан хабардар болу үшін Ес-сөз каналыма жазылып қойсаңыз, пайдалы болса лайк басып, пікіріңізді жазып кетсеңіз, қандай видео қарағаныңыз есіңізде қалатын болады.